Bajahon Kazakova 1985-yilda tug'ilgan. Kickboksing bo'yicha xalqaro toifadagi sport ustasi, O'zbekiston va jahon chempioni. Karate bo'yicha 2 karra O'zbekiston chempioni. Жылдың қайсы бір маусымы болмасын, Надираның har bir күні осындай шынығулар менен басланады. Ол велосипед айдап машқа етеді. Кейде хавасы таза, Қаратаудың ойлы бәлен шоққыларына шығып кетеді. Осының нәтижесінде ол спорттың көплеген түрлерінен айтарлықтай табыстарға ерісті. Әрқандай инсанның шахс болып қалыптасуында тәрбияның ахметі ұлы. Надира белгілі спортшылардың шаңырағында туылып, камалға келді. Оның анасы Клара Аллабергенова пистолеттің оқ ату бойынша спорт шебері, милиция подполковнигі. Әкесі Азат Казаков Қарақалпақстан Республикасына медицинген тренер, волейбол бойынша спорт шебері. Өзбекстан чемпионы. Универсиада чемпионы болған волейболшы қыздарды тәрбиелеп шығарған ұстаз. Надира қызымыздың спортқа болған қызығуы мектеп жастарынан башланды. Ол спорттың көп күне түрлері білен шұғылланып бастады. Жеңіл атлетика, баскетбол, волейбол. Сонан кейін жасы үлкейген сайын семьямызда шыққан менің інім бар, Рустам Казаков, карате бойынша Өзбекстан чемпионы болған, жаһан чемпионы болған. Соның секциясына барып қатынап, соның каратеға болған қызығуы асып бастады. Соның нәтижесінде каратедан Өзбекстан чемпионы болды. Кейін соңғы 2 жыл арасында міне Қарақалпақстанда жаңа спорт түрі болған кикбокс түрі ашылды. Кикбокс түрі ашылғаннан кейін қызымыз шу кикбокс түріне барып қатынаса бастады. Hem жарыстарда қатынасты. Бұның нәтижесінде үлкен жеңістерге ерісті. Мәселен 2006 жыл Ташкентте болып өткен жаһан чемпионатында hem алтын медаль, hem бронза медаль жеңіп келді. 2007 жылы Афинада болған жарыста Грецияда 3-ші орынын алды жаһан чемпионатында. Сол жылы мәселен биыл шу Азербайжанның Баку қаласында аял қызлар арасында бірінші жаһан чемпионаты болды. Универсал бой бойынша. Универсал бой бойынша бұл бірінші жаһан чемпионатында қызымыз қатынасып 3-ші орын алып бронза медалі білен ауылға қайтты.
Оның бұндай спортқа болған қызығуына себептің әммәсі біздің семьямызда, мәселен, әммә спортпен қызығады. Сол болса керек. Біздерді көрмеген жерлерді барып көріп, Өзбекстанна, Қарақалпақстанның байрақтарын жоғары көтерді. Қарақалпақстанның, Өзбекстанның спортына абырой алып келді. Бұның нәтижесінде, мәселен, азыр халықара тайфада спорт ұстасы деген унванын алды. Оның талапчанлығы қызымыздың спортқа болған ерім бөлігі нәтижесінде бұл үлкен жеңістерге ерісіп отырыпты. Мен шу қызымның үлкен спортқа кіргені білен өзім қуанаман. Мені көрмеген нәрселерімді бәріні көріп атыр, мені алмаған затларым бәріні алып атыр. Семьямызда спортқа қызықпайтын адамның өзі жоқ. Біріншіден мәселен шу, мен өзім спортқа қызықаман. Ондан қалса міне Надираның мамасы бар, Клара. Олам оқату бойынша спорт ұстасы, бірнеше мәрте Өзбекстан чемпионы болған. Ондан қалса міне Надирадан кішкене балам бар, Айбек деген. Олам карате түрінен Өзбекстанда бірнеше мәрте чемпион һәм призер болды. Ондан кішкене балам бар, о енді өзімі жолымдан кетті. Волейбол білен қатты қызығады. Өткен жылы өткерілген үміт қалалары жарысында Қашқадарияда 3-ші орын алды. Енді мені шу Надирадан кішкентай балаларымның хаммасына үмітім кетті. Бұлардан үлкен спорт ареналары шығады деген үміттемін. Надира жас кезлерінен-ақ каратеге қызықты. Әжағасы Ұлықбек һәм інісі Айбекке еріп, әкесінің інісі Рүстем Казаков тренерлік ететін карате секциясына қатынай басылады. Тынышлық сақшылары болған олар Қарақалпақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі құрамында істейді. Анасы Клара ақпарат орайында қызмет етеді. Ал Надира болса, халқымыздың милли мирасы сақланатын музейді қорғайды. Медаллар, дипломлар, бұларға ерсу Надира үшін аңсат болмады. Олар тынымсыз шынығулардың, есап сансыз маңлай терлердің нәтижесі еді. Бұл хақында Ғалаба хабар құраллары уақытында сөз етті. Спорт елдің атын жер жүзіне танытады. Міне, кикбоксинг чемпионы Надира Казакова Өзбекстанның Сайланды командасы құрамында Қытайдың Макао қаласына келді. Біздің жерлесіміз финалда. Бұл рет Надира пьедесталдың екінші басқышынан орын алды. Азия ойындарында Өзбекстанның байрағы
тағы да бәлен желбіреді. Надира Казакова елімізге күміс медал менен қайтты. Қызымыз Қарақалпақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қорғау басқармасының қызметкері, қатардағы милиция Надира Казакова. Мінекей өткен жылы жержүлік чемпионатта кикбоксы бойынша чемпион болды. Биылғы жылы Греция қаласында болып өткен, һәм Баку қаласында болып өткен кикбокс һәм унибой деген жерде мәртлер, ержүректілер, батырлар ортаға шығатын бір жарыста қатынасып, биыл да мінекей біздің коллективіміз ұлымақ Қарақалпақстан Өзбекстанымыздың құлағын дүние жүзіне танытты. Осы жылы Қытай Халық Республикасының да болып өткен жаһан чемпионатында мінекей призлы орынды алып келді, һәм сол жерде төрешілік етіледі. Бұл әркімнің қолынан келе бермейді. Соның үшін бұндай қызымызбенен біз мақтаныш етсек арзы ма? Қуанышлы күтіп алулар, құтлықлаулар, Надираның атына айтылған тілеклер. Бұлардың барлығы спортшы қызды бәлен шекілерді иелеуге талпындырады. Спорттың биік шыңларына шыға бер, Надира.